Ассалаумағалейкум достар, менің атым Қайрат. Бұл менің алғашқы влогым. Осы арнада футбол туралы пайдалы кеңестермен, жаттығулармен және де өз тәжірибемен бөлісетін боламын. Бүгін топ командаларда ойнағысы келетін футболшыларға арналған 5 маңызды ереже туралы айтатын боламын. Ал ендеше кеттік, бастайық. Егер сен топ командаларда ойнаған келсе, осы 5 ережені ұмытпа. Бірінші, тәртіп бірінші орында. Жаттығуға кешікпе. Жаттықтырушының айтқан орында. Тәртіпсіз ойыншыларды ешқандай командада ұзақ ұстамайды. Екіншіден, күн сайын өзіңмен жұмыс істе. Тек командалық жаттығу жеткіліксіз. Қосымша техника, пас, соққы және де физикалық дайындықпен айналыс. Үшіншіден, қателіктен қорықпа. Топ жоғалтып алдың ба, ештеңе етпейді. Ең бастысы күресуді тоқтатпау және де келесі сәтте өзіңді көрсету. Төртінші, команда үшін ойна, жеке статистика емес. Команданың жеңісі маңызды. Пас беру керек жерде пас бер, серіктесіңе көмектес. Ешқашан берілме. Бір ойын жаман өтті деп үмітіңді үзбе. Үлкен футболшылардың бәрі де сәтсіздіктен өткен. Жеңіске жететіндер тоқтамай еңбек ететіндер. Есіңде болсын, талант сені бастайды, бірақ тәртіп пен еңбек сені шыңға шығарады. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар. Тіркелмеген болсаңыздар, арнама тіркеліп, лайк басып, комментер жазыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Рахмет.